ойланып сөйлесек, дін тазасын діннен ізде, дін шатағын сынға сал. Анық айна өзіңізде, айда ақылды қаттырақ шәкәрім. Әлеуметтік желідегі кейбір уағыздарды тыңдап көзі ашық жігіттер әртүрлі саққа жүгіртіп жатады. Әсіресе о дүние тақырыбында айтылған уағыздарда барып келгендей сөйлейтіндер бар. Мысалы, осы дүниеде арақ ішіп, не зина жасап, о дүниеде жұмаққа барған жағдайда періштелер сен шарапты дүниеде ішіп қойғансың, саған жұмақтың шарабы берілмейді. Болмаса, зинаны дүниеде жасағансың, саған қор қыздары берілмейді дегенді айтып отырғандар да бар. Ал пайғамбар Алла тағала мен ізгі құлдарыма көздің көрмеген, құлақпен естімеген, ешбір пенденің ойына келмеген нығметтер әзірледім дегенін жеткізеді. Құранда жасаған ізгіліктерінің ақысы ретінде өздеріне көз қуанышы болатын қандай сыйлықтың әзірлегенін біле алмайды. Олай болса, о дүниедегі нығметтер біздің айтып жүргенімізден мүлдем басқа деген сөз. Әрі біз осы дүниелік санамен ғана о дүниенің нығметтерін елестетуге тырысамыз. Арақ шарап, қыз қырғын дегендей. Шәкәрім Құдайбердіұлы пейіш тозақ молда айтқан сияқты емес. Ақылды адам оны анық сондай демес. Құрсақтағы балаға осы өмірді ұқтыр десе, айтар ең қандай кеңес. Сол сияқты мысал ғой ұқтыруға. Дәл осындай қыз құшып жеміс жемес, бірақ қатты қуаныш не кейіс бар. Дәлелім уджадан зұлым бар тетелес дейді. Олай болса, уағызшылардың сапырып жүргені діндегі кейбір мәтіндерді буквалистік түсініп болмаса ұстаздарының айтқанынан шыға алмай айтып жүрген арманы. Әйтпесе жұмаққа барған адамға сен дүниеде ішкенсің деп шарап берілмейтін болса, онда оның күнәларының кешірілгендігі қай жағында? Проблема сезінетін болса, оның қай жері жұмақ? Дүниедегідей адамның ойланатыны қыз бен тамақ болса, онда оның несі рахат?